Сәлеметсіздер ме достар? Подкасттың екінші бөліміне қош келдіңіздер. Сіздерге бірінші бөлім ұнады деген үміттемін. Бұл подкаст саласы мен үшін жаңа болғандықтан әлі талай дамыту жұмыстарын жүргізетін боламын. Жақсы, онда бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Ол табиғат жайында болмақ. Адамзат болмысынан өзі табиғатпен етене жақын болып туылады. Ол біздің өміріміздің бір бөлшегі. Қазіргі кезде қалада тұратын адамдар одан біраз жырақта қалып жатады. Себебі күнделікті өмірдің қажеттіліктері бойынша біз жұмысқа бар назарымызды аударып, көп уақытымызды төрт қабырғаның ішінде өткізуімізге тура келіп жатады. Ал егер бұл жағдай әдеттен тыс ұзаққа созылып кететін болса, табиғаттың адамға қажеттілігі арта түсіп, құдды тынысы тарылғандай болады. Сол уақытта барлығын тастап, ойланбастан табиғатқа шығып кеткін келіп тұрады. Адам жан-жағын қоршап тұрған жерлерде көп уақыт өткізетіні соншалық, кейде жап-жазық даланы армандап кетеді. Төрт жағыңнан көкжиекті көріп, өзіңді қаланың у-шуынан жырақта екеніңді сезіну керемет бір сезім. Таңғы уақытта күннің арайлап атқанын, кешке таман қызарып батқанын тамашалау табиғаттың шексіз байлыққа ие екеніне көзіңді жеткізеді. Күн батып бара жатқан уақытта бұлттардың сан алуан түске боялғанын ешбір суретші өзінің шығармасында қайталай алмайтын сияқты. Табиғаттың даусына құлақ асар болсақ, жанымызды тыныштандыратын күйге бөлеп, соның бір бөлшегі болып табылатын құстардың сайраған дауысын, аққан бұлақтың сылдырын, өрістен қайтқан малдың маңырауы жанға майдай жағатынын сеземіз. Құстың ұшып бара жатқанына көз салар болсақ, мұғжизаға куә боламыз. Қанаттарының физиканың барлық заңынан бағынып бітуі, ал құйрығы болса, қонуға жағдай жасайтыны. Қауырсындарының нағыз дәлдікпен суреттелгені, дене бітімінің әдемі болып қалыптасуы сүйсіндірмей қоймайды. Ал сайрағандағы дауысы дәл біздің миымызды тыныштандыру үшін арнайы композитормен жазылғандай. Жаңа сипаттап кеткен жағдайларға күнделікті қарбалас күйімізбен қарайтын болсақ, таң қалатын ештеңе жоқ. Күнделікті көріп жүрген құсымызбен ауа райымыз деп ойлауымыз мүмкін. Алайда өзіңізді күнделікті қалыптан бұрып, табиғатта болып жатқан жағдайларды байқауға бағыттасаңыз, менің сипаттағанымнан да көп нәрсені аңғарып, таңғала түсетіндеріңізге сенімдімін. Адам бұрын соңды барып көрмеген жерлерге баратын болса, ол өзіне жаңа естеліктерді қалыптастырады. Ал үйіне келіп, сол естеліктерді есіне түсірген кезде жүзіне күлкі үйіріледі. Осымен екінші бөліміміз де тәмам. Сіздер де менімен бірге табиғатқа бір саяхат жасап қайттыңыздар деген үміттемін. Осы тақырып бойынша бөліскіңіз келген пікіріңіз болса, оны міндетті түрде жаза отырыңыз. Аман сау болыңыздар.